Алматы қаласының 65% газы осыған байланысты адамдардың бәрі денсаулығынан айырылғанын бір бөліп жынды болып бара жатыр. Үлкен депрессияның себептерінің біреуі осы газдар. Ашық жерде Алматыдағы крышканы бұзып тастау түк емес. Не переживайте. Рейнмен бар ғой. Тыныстарыңызды өйтіп спокойно демала беріңіздер. Бәрі нормально болады. Базар жоқ. Құлшысайтын болып кеткенші. Мынау Алтай Айнабектің жаңбыр жаудыратын аппарат емес аралда. Мені осыны ұрлауымыз керекпіз. Бұны ПТК-ға кеткен еді ғой. ПТК? Бірақ олар әзіл жұмыс еді. Депутат болып бәрі ішінде әзіл оларға сенуге болмайды. Досым біз аны ұрлап байлық қалаппаймыз ба оларды? Қазір қоғамда бәрі ешкімге жанына шығылмайды білесің бе? Ұрлау керек бәрі. Аямай қалып. Қыста ажаныста. Не істеп? Жақындама. Жауап еткізеді ол десе сен. Тоқпа. Сендер қайда тұрғандарын білесіңдер ма? Маған газовый камера дейді. Мен қазір газ жіберсем ұйықтайтын едіңдер ме өзде? Тоқтың жалп еткізетіні бір бөлек. Газ жіберсем, просто білесіңдер ма? Немістер, Гитлер газовый камераларда адам өлтірген. Қазір қалалар газовый камера, адамдар қырылып жатыр. Бұл Алматы қаласының тазалауға арналған қондырғының кішкентай моделі бұл. Кішкентай модели, мына лабораторный модели. Біз қазір осы жерде ауаны қалай тазалауға болатынын, газдарды жібереміз, ауаны қалай тазалауға болатынын көрсетеміз. Алайықта қазір ешкім жаны ашмайды. Мынаны біз ше быстро шығарып пайдаланайық та елді. Давай, ешкім жаны ашмайды ғой. Елдің етін шығаратын нәрсе емес. Қашанғы етін шығара береміз? Бір пайда келтіретін кез келген шығар. Ешкім жаны ашмайды, братан. Менің жаным ашиды. Мен істеп жатыр, тоқтап атқан жоқпын қолымнан келгенше. Сендер давай мынандай әңгімені қойыңдар. Керісінше көмектесулерің керек қой. Ел сендердікі емес, менікі ғана ма ел? Жігіттер, ондай нәрсені қойыңдар. Дамыту керек. Кішкентай нәрседен үлкен нәрсе жасау керек. Үлкен нәрсені жоқ қылып, металлолом қылып емес. Өмірдің бәрін, еліміздің бәрін металлолом қылып. Арал теңізін жоқ қылып жіберіп, іздеп жатқан адам жоқ. Кемелер металлоломға тапсырып жатыр. Өмірлерімізді металлоломға тапсырып жатырық. Достар, бұл Қайт фильміміздің, директі фильміміздің 4-ші бөлімі, 4-ші сериясы. Бұл серияда толық қамти алмағанымызбен, бірақ Қазақстанның көп бөліктерінде арал мәселесін көтеріп бармаған жеріміз қалған жоқ. Көптеген проблемаларға жолықтық түсіре алғанымызша түсіріп, осы серияда соны көрсететін боламыз. Тамашалаңыздар. Дубайға бардық, қатты күйіп пісіп, бастан мақсат мынау арабтар, біріншіден Саудияға біз өзіміздің ұсынысымызды, саудтарға біз не айтып жатырмыз, саудтарға келіңдер, аралға келіңдер. Осы жобаға, біздің жобаға атсалысыңдар. Олар өткен су сендерге де керек. Біз уже жасап жатырмыз. Сендер бізге қаржылық көмек беріңдер. Сөйтіп, біз сендерге де көмектесеміз, Саудияға да көмектесеміз. То есть Саудиямен де постоянно жұмыс жасаймыз деген ұсыныстар. Бұл переговорлар жүріп жатыр әлі. Okay. Thank you very much. Thank you very much. See you. Содан кейін көп мәселесі, жалпы Хобара деген фонд бар, красавица Драфа дейді, International Fund for Conservation of Хобара дейді, красавица Драфа бізде өсіретін. Соларды сақтап қалу мәселесі бойынша сол фондтармен сөйлесу деген мәселелер болды. Енді ол кездесулер, ол сөйлесулер өзінің орнын таба береді. Бірақ біздің істеп жатқан нәрсеміз, мысалға американдықтарға да өте қызық болды. Сендер қалай бұлтты тартып жатсыңдар? Қалай бұлтты тартуға болады деген мәселені американдықтар да айтып таңғалып жатыр. Аралға
не үшін бұның неге қатысы бар? Мен басында айтып едім ғой, Аралға бұның неге қатысы бар? То есть біз енді бағанағы айтқандай ғой, бірінші этапты өткіздік, екінші этапта Алматыны тазалаймыз деген біздің жоспарда болған нәрсе бұл. Және бұның менің маман ретінде біздің технологияның жұмыс істейтіндігі туралы тағы бір дәлелді ала келе, бүкіл қазақстандықтарды Аралға көмектесуге, жаңағы үлкен глобальный масштабта бүкіл қазақстандықтарды осы Арал проблемасына жұмылуға алып келу үшін бұл жұмыстарды жүргіземіз. Аралға қарсы жұмыс жасап жатқан, я болмаса ғылымның дамуына қарсы сознательно или бессознательно қарсы жұмыс жасап жатқан мекемелердің, адамдардың жұмыстарының жаңағыдай неден кейін не жасайтынын бәрін өзімше шахмат ойнаған сияқты біліп отырдық. Сол себепті биыл Аралда технологиялық мүмкіншілігіміздің 10% пайдаландық. Мынау көріп тұрған, біз қазір газовый камера жасадық. Газовый камераның ішінде эксперимент жасаймыз. Өткенде электрический воздействие арқылы қалай Алматы қаласының смогын тазалау мәселесі. Мынау қазір жабық газовый камера, осының ішіне қазір көлік кіргіземіз, бірнеше жаңа нелерді жібереміз, жаңа түтін жібереміз. Ең үлкен проблема Алматыдағы ол инверсиялық қабат разрушение жасаймыз. Екіншісі жаңағы атмосферадағы взвешенный қалқып тұратын улы заттарды осы электролизация арқылы жерге түсіреміз. Біріншіден безопасный технология, бірақ бағанағыдай ғой, идеальный таза болмайды Алматы, өйткені көлік жүріп жатыр, завод фабрикалар жұмыс істеп жатыр, бірақ жауын-шашын кезіндегідей, жауын-шашын болған кезде Алматыда инверсиялық қабат болмайды, сол кезде более-менее кішігірім таза болады. Қайталап айтам, бұл жоба ешқандай жауын-шашынға қатысы жоқ. Біреу өткенде комментарий жазып, Рейнмен сен енді газмен деп айтамыз ба деп та. Бірақ бұл неге қатысы жоқ? Жауын-шашынға қатысы жоқ, бірақ климатқа қатысы бар. Біз климатты управлять ете аламыз, және бұндай проблемаларды шеше аламыз. Алматыда үлкендеу модельдерден 7 локация выбирать етеміз, 7 локацияға қоямыз. Достар, бүгін эксперимент. Сіздер білесіздер, Алматы қаласында, білмеймін, бір құдай біледі, 100 мыңдай ма мынандай мотоциклдар бар. Бұлар мотоцикл, басқа көліктер бар. Кәдімгідей Алматы қаласының 65% газы осыған байланысты адамдардың бәрі денсаулығынан айырылғаны бір бөлек жынды болып бара жатыр. Депрессияның, үлкен депрессияның себептерінің біреуі осы газдар. Ешкім істемеген әлемде. Анау дейді, мынау дейді. Қытай не істеп жатқанын білеміз, европалықтар не істеп жатқанын білеміз. Бірақ қазақтар отжигать етеді бүгін. Катерпиллармен бір фокусник бар еді ғой. Сондай деп ойлап қалмас үшін айналасын жақсылап түсіріп алыңыздар, жігіттер. Сіздер елдің куәсі деп шақырдық осында, жігіттер. Сәлемдеме айтып барарсыздар деп елге, что осындай адамдар бар, жасап жатыр. Кішкентай ғана нәрсе, бірақ үлкен әлем масштабында үлкен өзгерістерге алып келетін нәрсе. Технология осы жерде жұмыс істей алса, значит, ашық пространствода Алматыда 6 секунд проблеманы шешеді.
Установка қосылсын. Мынаның ішіне маскасы түрсең, дәл қазір Алтай осы жерде былай жату керек еді. Ішінде ешқандай ауа қозғалысы жоқ. Бірақ соның өзінде установка жел создавать етіп жатыр. Ішінен ауа айналып жатыр. Өткен ана кішкентай ғана балдардың ойнайтын баспырауы дей ма, не дейді ана? Нәрсенің өзін шыр айналдырып жатыр. Қазгидромет сияқты мекемелер осындай нәрсені жасау мүмкін емес деген. Біз оның керісінше мүмкін екенін қазір әлемде бірінші рет жасап жатырмыз. Электронды қосқан кезде ауа қозғалысы болатынын көрсетіп жатырмыз. Сіздер білесіз, аралда жұмыс істеген кезде де осы нәрсені жасау мүмкін емес. Ауаны кішкене қондырғылар қозғалтамайды дегенін біз осы жерде кішкентай жердің өзінде көрсетіп жатырмыз. То есть желді қолдан жасауға болады. Жалпы өзі біздің жұмысымызға где-то 70-80% адам уже кәдімгі толық сеніп жатыр. Бірақ 20-30% адамдар примерно ғой, енді болжаммен айтып жатырмын, бірақ кейбір адамдар мынандай нәрсені жоғары жақтарға жеткізіп жатыр. Болмаса сондай информация беруге тырысып жатыр екен, что Алтай ана болады ма, дәрігерлердің ішінде мысалы дәстүрлі дәрігер дәрімен немен емдейтін. И одан кейін халық емшісі деген сияқты да, что Алтай климаттық технология мәселесінде ол халық емшісі сияқты нәрсе деп сол тұрғыда беруге тырысып жатыр екен. Типа оның ғылымға ешнәрсеге қатысы жоқ деп. Бірақ әсілінде ондай емес. Сол үшін Астана қаласына барып, қазір Қазақстан ғарыш сапарымен кездесу өткіздік. Ол жердегі басты мақсатымыз өзіміздің нано спутниктерімізді, микро спутниктерімізді неге жіберу. Сол жерде біздің климаттық жүйе, жердегі воздействие тартатын, мұхиттан ылғал тартатын технология бөлек жұмыс жасау керек. Қазір үшеу ақ тұрма, бірақ ол өте көбейтуіміз керек. Арал қаласына үшеу, Қызылорда қаласына үшеу қойымыз керек. Қазір қарап жатырмыз. Жаңа Қазалыға, теңіз табанына жақын жерге, Маңғыстау жақта, Мойнақ жақта сол кезде ол толыққанды жұмыс жасайды. Одан кейін ұшатын құрылғылар жерден тұрып, жаңағы земля-воздух ракетамен реагенттерді аспанға жеткізу, электрический, статический электричествомен, көптеген технологияны, детонация деген сияқты, көптеген технологияны пайдаланып, және соның барлығы бағанағы спутник, жердегі метеорологиялық құрылғылар, климаттық технологиялар барлығы бір жүйе. Сол үшін Астанаға бардық, Қазақстан ғарыш сапарымен кездесу өткіздік, бірнеше журналистермен кездесу өткіздік. Ғарыш сапарымен болған кездесуіміздегі басты мақсатымыз ол жерде біздің аспаннан жүйемізді, климат басқару жүйесін аспаннан бақылап отыратын спутнигімізді, өзіміздің жеке нано спутнигімізді жіберу болды. Олар бізге өте бұл жобаның өте қызық екенін айтты. Қосымша мағлұматтар беру, айдынның қаншалықты, аралдың айдынның көбейіп жатқаны, жердегі ылғалдың көтеріп жатқаны, көгеру мәселесін спутник арқылы түсірілген съемкаларын береміз деп соған келіссөздер жүріп жатыр. Жалпы ынтымақтасып жұмыс жасауға Қазақстан ғарыш сапары дайын екенін айтып жатыр. Енді космос деген космос қой, все-таки оларда высокий, жоғары технологиялар бар, және біздің жоғары технологиямен интеграция жасаған кезде аралдың мәселесі тіптен шешілу жеңіл болады деп есептеймін. Одан кейін көптеген блогерлермен, журналистермен жолықтық. Олардың аралға келетіндігі туралы, аралдың проблемасын айтқан кезде олардың сендер бірінші болып көтеріп жатқандай болып көзі бізге солай болып, біз ол арал туралы білмейді екенбіз. Сендердің көтеріп жатқандықтарынан біздің мүмкін сонда бір кезеңдер болған шығар дейді. Біз экологияға көп көңіл бөлген жоқпыз, өзіміздің қарнымыздың тоқтығы, сондай бытовой мәселелермен айналысып жүрдік. Қазір кішкене
әл-ауқатымыз реттеліп, қазір тамақ мәселесі болсын, правильный питание, бір нәрсе деген нәрселерге өтіп жатырмыз. Экология мәселесіне де мән беретін деңгейге жеткен сияқтымыз деп Аралға келетін көп журналистер, Динара Сатчан, Өркен Кенжебек сияқты көптеген журналистер, Нұрсұлтан деген жігіттер тревел блог тур жасаймыз, Аралға арнайы репортаждар жасауға барамыз деп Талғат Теменовпен жолықтым. Ол кісімен өте бір керемет сұхбат болды. Енді ол кісі көпті көрген азамат, Арал туралы үлкен кино түсіріп жатыр. Ол кісі соған съемкалар өткізіп, сол жерде біз туралы түсірді. Айтты, мен ойлаймын, осы күзде шығатын кино. Аралға барып, мүмкін аралықтардың өзі бармаған жерлерді аралап шықтық. Көзімізбен көрдік, сезіндік, Аралға келу керек. Ол жердегі көп нәрселер, мысалы, телевизорде, болмаса бір отчеттарда көрсететін нәрселер емес, ол жерге көзіңмен барған кезде сен көресің. Сол үшін біз барған жерімізде барлығын ең бастысы Аралға келу керек, Аралға көңіл аудару керек. Осы мәселеге тоқтамай шақырып келе жатырмыз. Сол мақсатымыз. 64 жыл біз бір нәрсені жасап келгенбіз. Шыны керек, мен біреуге қаралағым келмейді, не қылғым келмейді, бірақ біз бір нәрсені қайталап жасап келе жатырмыз да, біз басқа нәтиже күтіп жатырмыз. Біз Арал қайтап жанданып кететін күтіп жатырмыз. Нәсілінде ондай емес. Сен мынау жол сен баратын жеріңе апармай ма? Сен значит басқа жол таңдауың керек қой. Соған біз шақырып жатырмыз. Қазір технологиялық мүмкіншілік ашылды. Шешім бар ғой, шешімге ғылым, шешу жағына наконец-то бір үміт пайда болды ғой. Осыны бірігіп шешу жағына шақырып жатырмыз. Медиа саласына барлық сөйлесетін жерлерге барып жатырмыз, киноларға да түсіп жатырмыз, одан кейін подкасттарға да барып жатырмыз. Енді әрине әркімнің өзінің интерестерін бұрмалап жіберетін подкасттарға барып жатқан жоқпыз. Біз өзіміздің басты мақсат мынау Арал мәселесін тек қана айтып, жариялап қана қоймай, осыны ынтымақтасып шешу. Шешілмейтін нәрсе болса, оны бүйтіп айқайлап, бүкіл әлемге жар салып, менің шынын айтсам, интересім жоқ, менің командамда ондай мақсат жоқ та. То есть біздің мақсат анық, шешуге болады, айналайын шешейік енді. Жетеді ғой жарты ғасырдан асыр қырып жатқанымыз айналаны жетеді. Біреулер ойлап отыр дейді, сіздерді Ақордадағылар, Ақордада емес енді басқа, сол жақта Астанадағы адамдар, ол қашанға дейін шабады екен Алтай деп ойлап отыр дейді. Қашанға дейін шабады екен, қашанға дейін шауып, қашанға дейін өшеді екен деп ойлап отыр да. Бірақ мен күнде командамен сөйлесем, өз-өзімен сөйлесем, біріншіден командамен сөйлесем, жігіттер, біз тоқтатпаймыз. Біз үдете беруіміз керек, жұмысымызды күшейте беруіміз керек. Қазір 3 установка тұрма, ертең 6 болуымыз керек. 6-ма 9 қылуымыз керек. Метеорадар қойымыз керек, ананы қойымыз керек. Соның аясында қазір бір дрон болса да қазір бір жерден тапқым келіп жатыр. Сондай нәрселермен біз тек қана күшейтумен айналысып жатырмыз. Ана бір сөз бар ғой, кто не с нами, тот против нас дегендей. То есть кім қазір бізбен емес, сол Аралға қарсы адамдар деп мен кәдімгідей сенемші. Эмират, Европа, ешкімде шешім жоқ. Олар тек декарбонизация, то есть электрокарға өту, анау-мынау деген процесстерді жасап жатыр. Бірақ оның барлықтарымыз білеміз. Жігіттер, барлығымыз қазір көліктерімізді ауыстыра салу, ол деген оңай шаруа емес. Сол үшін біз қазір көлік, жасыл экономикаға, жаңағы тоқпен жүретін машина, анау-мынауға өтеміз дегенше, біз қазір осындай қондырғыларды пайдаланып, концентрацияны резко түсіріп отырмыз керек. Өткені біз қазір өмір сүріп жатырмыз. Ертең 10 жыл, 20 жылдан кейін өмір сүрмейміз. Біз дәл қазір өмір сүріп жатырмыз. Ашық жерде Алматыдағы крышканы бұзып тастау түк емес. Спокойно ауаны тазалап отырамыз Алматыда. Бұл бізге застой дейді ғой, застойды бермейді. Мысалға судың өзі, тұрған су қандай болады? Сасып кетеді ғой, ағын су таза болады. Сол сияқты ауада да сондай. Застой болды ма, значит сасып кетеді. Өткені бағана мотоциклдер қазір тағы да жасаймыз мысалға да, қоспай көреміз, қанша уақыт тұрады екен. Ол ұзақ тұрады. Екіншісі электричество.
электричество арқылы біз майда частицалар ауада ұшып тұрған нәрселердің бәрін жерге қондырдық, ауаны тазалап. Жігіттер көрейік, ана қанша жерге түсті. Мына қарасаңызшы. Ілінген іліп алады ғой бұл. Бұл деген жиі ауысып тұрады. Мынау мысалға жұмыс істей бергеннен кейін, ана үлкен қалаларда жұмыс істеген кезде, ол жерде көп концентрация. Бұл біз күнде жуып отыруымыз керек бұны, специальный растворлармен. Бірақ біраз уақыттан кейін жарамай қалады. То есть жиі ауыстырылып тұратын нәрселер, мынау оңай нәрсе емес қой. Тоқ өтпей қалатын жағдайға келеді. Қазір екінші не? Уақытты засекать етеміз, мына установканы қоспаймыз, мотоциклдарды қосамыз, айғайлатып тұрып, кете ма, кетпей ма? Хорошо? Кейін сравнительный. Енді установканы қоспаймыз, мотоциклдарды уақытты засекать етеміз. Сондай болды ма, құсады ма? Құсады болды, шығапайық, алтыға шығапайық. Хорошо. Что выход? Да, закрыть. Как вы закрыли здесь? Ой, страшный. Жесткий жаман екен. Қалай жүрсіңдер Алматыда? Денсаулық сақтау, әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі бойынша алматылықтардың өмірін 8-10 жылға орта есеппен қысқартып жатыр. Ал ЮНЕСКО-ның мәлімдемесі бойынша орталық Азия елдерінде күнделікті бір күнде 100 сәби осындай газдың зардабынан шетінеп жатыр екен. Не деген қорқынышты цифралар, Адам кішкене ойлану керек қой. Осындай газда тұрдым ба мен жаңа? Көрінбей, Супер. 10 минутты салыстыру керек та. Бана 10 минутты, қазір 10 минут. Соны салыстыруға қойдық қойынан. Уақыт кетті. Нашар көмір пайдаланады ғой. Мәселе сода ғой. Нашар көмірдің КПД-сі төмен, залаға көбірек кетеді, осында уға көбірек кетеді адамды не қылуға. КПД-сі жоғары болған сайын таза болады да. Ертең басталады ғой уже, қызықтың бәрі. Негізі азанға дейін келсек, азанға дейін тұра береді негізі, ше? Тұра беремін. Бізде уақыт бар ғой, 10 минутты көреміз, болды ғой. 10 минут жетеді ғой. Алейкум ассалам. Түсеміз ғой қазір өлтіріп. Мына жігіттер келді. Бәріміз мамалатып суретке түспейміз. Четко. Бір бетінше тұра берсін камеранка. Болды. Шығарамыз, болды. Ионизатор, включите, пожалуйста. Бұтыға тұра берсін да. Так, достар. Мына көріңдер ғой. Еш нәрсе өзгерген жоқ, 13 минут. Бұл азанға дейін тұрса да, скорее всего, өстіп тұра береді. Потому что бұны қалқыған жағдайдағы мынау взвешенный частица дейді. Бұл бөлшектер негізі микроскоппен болашақта көрсетеміз, микроскопқа саламыз. Арнайы болашақта Алматы қаласында жүргізген эксперимент, то есть определитель качества воздуха деген кезде бұның составында қазір не бар, ол кішкентай ғана приборлар, оның бәрін көрсетеміз. Эксперимент өте нәтижелі болды. Ең қиын жағдайда, қайталап айтам, технология үшін өте қиын жағдай, бірақ соның өзінде справились. Алло. Жаман ғой? Кешке басым тұққандай болды ғой? Все, өшіреміз, қондырғыны қосамыз, тазалаймыз. Қазір қараймыз, бір университетпен коллаборация жасаймыз, бірнеше университеттер, қазір академиктермен сөйлесіп отырмын, коллаборация жасау арқылы бұның бүкіл процестердің бәрін әлі бірнеше жаңағыдай ғылыми жұмыстар осыдан шығады. В общем, сондай жігіттер, все нормально, не переживайте, Рейнмен бар ғой.
тыныстарыңызды өйтіп спокойно демала беріңіздер, бәрі нормально болады. Сіздер басты қолдасаңыздар болады.